соғыс жылдары еді. Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған, сол аяғын сүйрете жүретін, шелпеген, ақсақ бала бір келбейді. Көзімді жұмсамақ, жолдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтап жүгіріп келе жатқан аяғын көргендей боламын. Жусанды төбедегі жусанның иісі аяғын еске алатын. Балалық шағымның жусаны. Ертең тыңдайсыңдар ма? Күлкілісін айтайын ба? Ағам пальтосын басына ашса көпке десіп жатқан. Ағам естен қапты. Бөліктері жусан естіяқты. Жақсы ес, мен бүйтіп жағасының мұрнымды тығып алдым да ұзақ ескелдім. Әжем болайын. Аңда анау жусан төбенің басында маған қарай көріп жүрген кезінде айдалады тапқандай. Сөйтіп жатып деп едім. Түсіме кірді. Мен де ғой көкем пайдасын жаңылсаңдар. Мен де көкем пайдасынан жусан ес шығып тұр. Бүгін түнде аяға шанасын кезек бойы шалқысын беру керек. Иә, саған. Менің шанам сынып тұр. Осы әлгінде ғана сынған ештеңесі жоқ еді ғой. Сынып тұр. Түнде тебуге жарамай. Керек болса өзің бер шанамды. Мен ылғи беремін. Ал сен неге бермейсің? Бермеймін сол. Сынып тұр. Жарайды, қойыңдаршы. Кет, мынауымыз қайтып келсе көресің. Жарайды, көшейіз қойдым. Не қоятыны бар? Кетсің әлі. Кет. Қазір
қолымды